891 есебіміз. Радиусы 3 сантиметр болатын шеңбер сызыңыздар. Мен шеңбер сыздым. Енді осының радиусын өрнектейік. Радиусты дегеніміз центрі мен о нүктесімен шеңбердің кез келген қабырғасын қосатын түзу. Яғни екеуін қосамыз. Бұл радиусы осы аралық 3 сантиметрге тең болады. Енді осыны бойлап шеңбер сызып шығамыз. Яғни ол үшін циркульдің ұшы дейді ғой, соны осыған қойып, центріне карандашын 3 сантиметрдімен алып бойлап шығасыздар. Келесі радиусы 1,5 сантиметрге тең болады. Яғни центрі мен шеңбердің қабырғасының арасы 1,5 сантиметр болу керек. Енді циркульдің ұшын аласыздар да центріне қойып, карандашын радиусын аяқталған жеріне қойып, бойлап шеңбер сызып шығасыздар. Келесі 892 есебіміз. Біріншісінде диаметрі 50 мм. Енді бұны біз сантиметрге айналдырып алатын болсақ, 5 сантиметр болады. Яғни диаметрі 5 сантиметр болатын шеңбер сызып көріппіз. Диаметр дегеніміз центрі арқылы өтетін екі қабырғасын қосатын түзу. Сонда центр арқылы өткізейік және екі қабырғасын қосайық. Яғни екі аралық, бұл бізде диаметр деп аталады. Бұл бізде 5 сантиметрге өткен екен. Бұл бірінші шеңбер. Енді екінші шеңберді орналастырайық. Диаметрі 6 сантиметр болатын шеңбер сызыңыздар деді. Яғни 6 сантиметр. Радиус арқылы сызақта болады. Яғни радиус дегеніміз бұның жартысына тең. Екі түрлі мысалмен келтірейік. Сонда ол 3 сантиметрге тең болады. Енді ортасынан 3 сантиметр болатын, центр мен қабырғасы үшін аралық 3 сантиметр болатын радиус сызып аламыз да, осыны бойлап шеңбер сызады екенбіз. Келесі 893 есебіміз. Дөңгелек екі секторға бөлінген. Бір сектордың бұрышы 25 градусқа тең. Яғни бұрыш сызып аламыз шеңбердің ішінен. Сонда ол 25 градусқа тең. Яғни аралық 25 градусқа тең екен. Енді барлық бұрыш шеңберіміз бізде 360 градусты құрайды. Енді қалған бір бөлігі қанша градусқа тең деп тұр. Яғни бұрышымыз қанша градусқа тең деп сұрап тұр. Оны табу үшін біз 360 градустан азайтамыз 25 градусты. Азайтып көрейік. Біріншісінде 360 градустан азайтамыз 25 градусты. Сонда ол тең болды 335 градусқа. Яғни бөлігіміз 335 градусқа тең екен. Енді екіншісін есептейік. Екіншісінде дәл солай 90 градусқа тең болса, 360 градустан азайтамыз 90 градусты. Оның нәтижесі тең болады 270 градусқа. Келесі үшінші есебі 360 градустан азайтамыз, келесі 126 градус екен. Нәтижесі тең болды 234 градусқа. Келесі төртіншісін шығарайық. 360 градустан азайтамыз 189 градусты. Ол тең болды бізде 171 градусқа. Келесі бесіншісін шығарайық. Бесіншісінде 360 градустан азайтамыз 200 градусты. Ол 160 градусқа тең болды. Келесі алтыншысын шығарайық. 360 градустан азайтамыз 320 градус. Ол тең болды 40 градусқа. Келесі 894 есебіміз. Дөңгелек 3 секторға бөлінген. Егер сектордың бұрыштары 52 және 86 градус болатын болса, үшінші сектордың бұрышы дөңгелегіміз 3 секторға бөлінген. Бірінші бұрышымыз болсын, ол бізде 86 градусқа тең. 86 деп белгілейік.
ал мына бұрышымыз тең болсын бізде 52 градусқа. 90 градустан шамалы былай қарай түсу керек негізі. Жарайды. Енді сіздер енді циркульді пайдаланып нақты шығарыңыздар. Мына жерге қарай түсу керек еді. Себебі екеуінің қосындысы 90 градусқа шықпайды ғой. Біз сызба нұсқамызға қарасақ 90 градус шығып тұр. Енді 3 секторға бөлінді. Үшінші сектордың градустық өлшемін табыңыз дейді. Яғни мына бір аралықтың градустық өлшемін табу керек біз. Бізде шеңберіміз 360 градусқа тең. Енді 360 градустан бастапқы біріншісінде 360 градустан азайтайық 86 мен 52 градустың қосындысы. 86 және 52 градустардың қосындысын азайтып тастайық. Сонда 360-тан 138-ді азайтатын болсақ, 222 градусқа тең болады екен. Келесі екіншісінде дәл осылай осы мысалға пайдаланып шығара береміз. Екіншісінде 90 мен бізде 66 екен. Сонда 360 градустан азайтамыз 90 мен 66 градустың қосындысын. Ол тең болады бізде 360-тан 156-ны азайтсақ 204-ке тең болады. Келесі үшіншісі 360 градустан азайтамын. Келесі бізде 120 мен 100 градус қосайық. 120 мен 100 градустың қосындысы ол 220 болды. Қосатын болса 140 градусқа тең болады екен. Онда үшіншісі 140 градусқа тең. Келесі төртіншісі 360 градустан азайтамыз 180 мен 36 градустың қосындысын. Ол деп отқанымыз 216 болады, 144-ке тең болады екен. 144 градусқа тең. Келесі бесіншісін шығарайық. 360 градустан азайтамыз 180 мен 90 градустың қосындысы. Ол тең болады. Қосатын болса 270-90 градусқа тең болады екен. Келесі алтыншысын шығарайық. 360 градустан азайтамыз 180 мен 100 градустың қосындысын. Сонда 280 болатын болса 80 градусқа тең. Келесі 895-ші есебіміз. Шеңбер салымдар арасындағы бұрыш 180 градусқа тең болсын дейді. Яғни радиус сызайық. Ол дәл центріне қабырғасын қоссын. Ол бізде А болып өрнектейік. ОА радиусын сызық. 180 градус болу үшін тағы да бір радиус сызамын. Яға қарай. Ол бізде В болсын, е? Сонда ВОА бұрышы мынаның арасы бізде 180 градусқа тең болып тұр. Сонда бұрыш ВОА бұрышы ол бізде 180 градусқа тең болып тұр. Енді екі радиус арқылы бұрыш құрастырып алдық. 90 градус жазылар. Дәл ортасынан бір қабырғасын қосайық. Бұл бізде бірінші радиусымыз. Оны ОА деп белгілейік. Екінші радиусты біз белгілейік В дейік. Сонда мынаның арасы бізде 90 градусқа тең болып тұр. Сонда бұрыш АОВ бұрышы 90 градусқа тең. Сонда екі радиустың арқылы біз ортасы 90 градусқа тең бұрыш сызып алдық. Дәл солай 45 градусқа тең. Радиустен бірінші радиусымыз центрден ОА В былай болсын. Сонда бұрыш АОВ 45 градусқа тең. Келесі 135 градусқа, яғни 90 градустан үлкен. Бұлай жүргізейін центріне. Енді сіздер циркуль пайдаланып, транспортер пайдаланып сызсаңыздар болады. Арасы 135 градусқа тең болу керек. Яғни әже 135 градус бізде. ОА және В деп жазайын. Бұрыш АОВ 135 градусқа тең.